Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Жаяу Мұса Байжанұлы қазақ халқының әйгілі әнші сазгері, ақыны. 1835 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Жасыбай көлінің жағасында дүниеге келген. Мұсаның әкесі Байжан тұрмыс тауқыметін көрген кедейлеу кісі болғанымен, ұсақ түйек кәсіппен айналысқан еді тірі, өжет мінезді, сөзге де шебер адам болған. Сол өжеттілігінің арқасында, сол кездегі қолында билігі бар Шорман әулеті тәрізді әлілермен жиі қақтығысып та қалып жүреді. Ал анасы Нақыш болса, ертеректе дүние салады. Мұса жасынан өнерге бейім болып өседі. Әкесінің көмегімен ескіше сауатында ертелеу ашады. Молдадан 5-6 жыл оқып қат таныған бала Мұса кейін оқуын жалғастыруды ойлайды. Көп қиындықтарға кездескеніне қарамастан, 15 жасында Қызылжар қаласына келіп, 3 жылдай байларға жалданып әртүрлі жұмыс істейді. Бір жағынан өзінің оқуын оқиды. Біраз тұрып, қала халқымен танысқаннан кейін әуелден ойын сауық, той думанға үйір жаяу Мұса жастар бас қосқан кештерде ән айтып әуестенеді. Оның осындай өнеріне сүйсінген үй иесі де онша ауыр іске қоспай, жеңіл желпі жұмыстарға ғана пайдаланады. Мұсаны көрші қолаңдары да, өзімен бірге оқып жүрген таныс замандастары да өз араларындағы ойын сауықтарға жиі шақыратын болады. Аздан соң ел аузына ілініп, әнші Мұса атанады. Жылдар өтті. Өнерлік адымын ең алғаш орындаушылық өнерден бастаған жаяу Мұса енді өз ойынан ән шығару ісімен де шұғылданады. Оның бұл саладағы тырнақалдысы осы кезде ел аузында айтылып жүрген Көк аршын әні халыққа тез тарайды. Жаяу Мұса Қызылжар қаласында 3 жылдай оқығаннан кейін Омбыға барып, онда тағы да 4 жылдай орысша оқиды. Бұл жаяу Мұсаның 20 жастағы ғана кезі еді. Омбыда оқып жүріп, жазғы демалысқа еліне барған кездерінде ауыл адамдарынан Аға Сұлтан Мұсаның елге көрсеткен зорлық зомбылығын естиді. Бұған жаяу Мұса қатты қанжылады. Халықтың жазықсыз жәбірленуіне жаны ашып, жауыздық іске жиіркене қарайды. Оны әшкерелеу үшін Омбы газеттеріне бірнеше рет мақалалар жазады. Бұрын алдынан шығар жан жоқ. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып, мейманасы Асқан Сұлтанға жаяу Мұсаның газет жүзінде жарияланған бұл сыны үлкен соққы болып тиеді. Сұлтан Мұса осыдан былай жаяу Мұсаның соңына түседі. Бірақ жігерлі жас оған ешбір жасымайды. Қолындағы қаламын қару етіп, Шормановтардың озбырлық мінез құлықтарын әшкерелейтін өткір тілді өлеңдер мен әсерлі әндер жаза бастайды. Шорманов тұқымы соңынан қалмай, 1862 жылы 27 жасында жаяу Мұсаға жала жауып, абақтыға қаматтырады. Сөйтіп Мұса 12 жылға сотталып, Тобылға жер аударылады. Жаяу Мұса Омбы түрмесіне Тобылға жөнелтілді деген хабарды естіген жұрт оны көріп қалғысы келіп, көше бойы жолын тосады. Халықтың сүйікті әншісінің басына түскен болып, ауыр қайғыны көріп, көпшіліктің қабырғасы қайысып, қатты қынжылады. Жаяу Мұса полицейлердің айдауында айдан аса жаяу жүріп, Тобылға әрең жетеді. Мұсаға жаяу деген ат тағылуының себебі осында болса керек. Ал біреулер Дуанбасы Шорманның Мұсасы, Байжанның жалғыз атты, жарлы Мұсасымен аттас болу арланып, оған жаяу деген сөзді өзі қосыпты деседі. Бірақ жаяу Мұсаның Ақсиса дейтін әнінде, Шорманның Мұстафасы атымды алып, атандым сол себептен жаяу Мұса деуіне қарағанда, алғашқы айтылған сөздің дұрысты бар сияқты. Жаяу Мұса Тобыл түрмесінде ұзақ уақыт жатып, қатты күйзеледі. Сондықтан да жанындағы кейбір достарының кеңестері бойынша кесімді күндерінің қалғанын кең далада жүріп өтеуді ұнатады да, өз еркімен солдаттық қызметіне баруды сұрап, жоғарғы орындарға арыз береді. Соның нәтижесінде ол 1869 жылы 34 жасында Петербургке шақыртылып,
солдаттық қызметіне алынады. Сол кезде литвалықтардың патшаға қарсы көтерілісін басу үшін жіберілгелі жатқан Черняев отрядына қосылады. Сол әскердің құрамында Алатау, Әулие-Ата, Шымкент жорығына қатысады. Осы жорықта Ресей әскерінің зорлықшыл әрекеттерін көзімен көрген Жаяу Мұса қатты налиды, ән жырына қосады. Алыста жүріп, туған жерін сағынып сүйіндік әнін шығарады. Толғау, Ара-бұрға, Бозторғай, Хаулау әндеріне өмірден көрген сондай қиындық қиянаттар арқау болады. Өмірдің көп тауқыметін бастан өткеріп, еліне оралған Жаяу Мұса әлеуметтік саяси теңсіздікке арналған әндер шығаруды одан әрі жалғастырады. Ақмола уезіне қарасты Құлбай деген байдың немере қызы Сапармен көңіл жарастырып, ұрпақ құрып, саясатшылықпен айналысады. Жаяу Мұса қазақтың ән өнерін мазмұн, түр жағынан байытып, шығармашылық жаңалықтар енгізіп, әуен сазын жаңа биіктерге көтерген аса дарынды композитор. Ол өз шығармаларында қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, өз заманының арман аңсарын әнмен бедерлей білді. Оның әлеуметтік көзқарастары, азаматтық ұстанымдары сол кездің демократтық ағартушылық озық идеялармен астасып жатты. Жаяу Мұса 1929 жылы 94 жасында өзінің туып өскен жерінде қайтыс болады. Оның өзіне соңғы ұрпақтарына қалдырып кеткен музыкалық асыл мұралары осы күнге дейін ескірмей ел аузында айтылып келеді және айтыла бермек. Осымен шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.